Бүгіндері қала тұрғындары құқық бұзушылықтың куәсі болған жағдайда көршілер бақылауы бағдарламасының телефоны нөміріне хабарласып, заң бұзушылыққа тосқауыл бола алады. Ішкі істер департаментінің жергілікті полиция қызметі көршілер бақылау профилактикалық бағдарламасының сенім телефонына Шоқан Уәлиханов көшесінің бойындағы дүкендердің бірінде сағат 23-ден соң спирттік ішімдіктер сататын туралы хабар келіп түседі. Заңнамаға сәйкес сатушылардың бұл әрекеті заң бұзушылық болып саналады. Көршілер бақылау бағдарламасының инспекторлары тексеру барысында түнгі уақытта 19 жастағы қала тұрғынына алкогольдің сату фактісін анықтады. Вы должны были проверить, сколько лет. У вас вообще график работы до скольки вы работаете? А у вас время сколько? Почему вы до сих пор? После 11. Так не успели, вот. Послушайте, реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года. Ему даже 20 лет. Нәтижесінде сатушыға Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 200 бабы бойынша хаттама толтырылып, сотқа жөнелтілді. Бұл баптың санкциясымен 10-нан 80 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салу көзделеді. Жыл басынан бері көршілер бақылау бағдарламасының инспекторларымен барлығы 50-ден астам түрлі құқық бұзушылықтар тіркелген. Бағдарламаның мақсаты полицейлерге сенім артқан тұрғындарға тез арада көмек көрсету. Тәулік бойы жұмыс істейтін 61-20-02 нөміріне келіп түскен қоңырауларды оператор қабылдап, оларды бірден учаскелік инспекторларға хабарлап жеткізеді. Петропавл қаласындағы Шоқан Уәлиханов көшесіндегі Edelweiss дүкенінде дүкеншінің түнгі 23 сағаттан кейін ішімдік сатуы анықталды. Сол ішімдік сату бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 2-ші бабы іс қозғалды. Жиналған материалдар Петропавл қаласының әкімшілік сотына іс қолдауға жіберіледі. Өткен жылы көршілер бақылау бағдарламасының сенім телефонына 1500-ден астам қоңырау келіп түскен. Олардың 411 бойынша құқық бұзушылар жауапкершілікке тартылды. Тұрғындар көбінесе абаттандыру ережелерін бұзуға, рұқсат етілмеген орындарда сауда жасауға, мысықтар мен иттерді асырау мен серуендетуге қатысты мәселелермен жүгінеді.